Бизнестің жол картасы бағдарламасы кімнің жолын ашты? Мемлекет бөлген субсидия неліктен кәсіпкерлерге жетпейді? Өйткені ақшаны жымқыру мен таныс тамырларына үйлестіру белең алған. Сондықтан қоғамдық бақылау орнату қажет дейді кәсіпкерлер. Бағдарламаның бақылаусыз кеткені жөнінде елбасы да сын айтқан болатын. Ағымдағы жарты жылда 44 аудан мен қалаға қаражат бөлінгенімен бірде-бір жоба субсидияланбаған. Қарағанды, Ақмола сияқты өңірлердің жас кәсіпкерлері мүмкіндіктен қағылды. Мемлекеттік бағдарламаға жауапты өңірлік даму министрлігі енді мақсатты өзгертуді қолға алыпты. Бастапқыда ірі кәсіпкерлік қолдау тапса, енді шалғай ауылдардағы шағын және орта бизнеске мүмкіндік беріледі. Бүгін ведомство өкілдері олқылықтарға жол берген өңір басшыларын жинап, кеңес өткізді. Бағдарламаға бөлінетін қаражат тапшылығы да бизнестің жолын бөгеуде. Былтыр 7,5 миллиард берілген еді субсидияға. Оған тағы да 2 миллиард сұратып алдық. 9,5 миллиард, 10 миллиардқа жуық қаражат кетті субсидия. Биыл бағанағы тапшылығымыз 14 миллиардты соқты. Өйткені былтыр біздер жобаларды өте көп жасадық. Егер де өйстіп бюджеттің жоспарлауы тыс істейтін болсақ, бұл қаражат өсе береді.